күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өте дәмді болып шығатын, әрі тез дайындалатын етті бәліштің рецептін ұсынбақшымын. Ауызда ериді, қамырының өзі жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп жасап көріңіздер. Алдымен ыдысқа қаймақ саламыз, оның үстінен 2 жұмыртқаны салып, екеуі біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Достар, бізде қаймақтың проценті маңызды емес. Мен бұл жерде 20% қаймақ қостым. Үстінен ерітілген сарымай қосамыз. Сарымай менде 60% сарымай, және де 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қопсытқыш қосып араластырамыз. Үстінен електен өткізілген ұнымыздың барлығын салып, қамыр елеп аламыз. Қамыр өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, нәзік болып шығады. Қамыр тез иленеді. Осылай қамырымызды илеп алғаннан кейін, міне достар, осындай жұмсақ қамыр шығуы қажет. Пакетке салып, морозильникке 15-20 минутқа қоямыз. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Салмасына мен осындай туралған етті қолдандым. Артылған етті қолдансаңыздар болады. Еттің үстіне майдалап туралған пияз және де майдалап туралған картопымызды салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, кішкене ғана зіра қосып жіберуге болады. Қолымызбен осылай араластырып, біріктіріп аламыз. Міне біздің арасына қосатын салмамыз дайын болды. Морозильниктен алған қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Астыңғы бөлігін сәл үлкендеу етіп, үстіңгі бөлігін кішілеу етіп бөліп аламыз. Міне видеоға қарасаңыздар өте түсінікті болады деп ойлаймын. Осылай астыңғы бөлігін бірінші оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Жұқалығын қазір видеода көрсететін боламын. Міне достар, қамырымыз осындай болып жайылуы қажет. Табаға пергамент қағазын төсеп, қамырды саламыз. Оның үстінен жаңағы дайындап алған салмасын салып шығамыз. Салғаннан кейін осылай қолымызбен жан-жағына жайып, тегістеп аламыз. Оның үстінен осылай сарымайды саламыз. Сарымай салсаңыздар, біздің салмамыз сочный болып, арасы әдемі болып пісіп шығатын болады. Үстіне осылай екінші қамырды жұқалап жайып, бірінші кезекте қолымызбен осылай шет-шетін басып шығамыз. Қарай 2 қамыр бірігіп тұру үшін осылай қолымызбен жан-жағын өріп шығуға болады. Егер қолыңызбен өру келмесе, қатты бір-біріне біріктіріп басып шығыңыздар, арасы ашылып кетпеуі керек. Пышақпен осылай ортасын кесіп қойыңыздар, сонда арасына ауа кіріп, жақсы пісіп шығады. Бетіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз және әсемдігі үшін күнжіт сеуіп, 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минутқа пісуге жібереміз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Міне достар, осылай қызарып, әдемі болып пісіп шықты. 35 минутта пісті. Менде осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Сорпа тамақ жасаған күні осыны қосымша жасасаңыздар, өте тойымды етті бәліш болып шығады. Және рецепт ұнаса, дәл қазір подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Арасы осындай сочный болып шығады. Рецепті қай қаладан көріп отырсыздар, сол туралы комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Және де рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар.